Армысыздар, ардақты көрермен, Маңғыстау арнасының әдеттегі тікелей эфирде менің құқығым хабары, студияда мен Әділбек Кенже. Қадірлі көрермен, бүгінгі тақырыбымыз судья және сот қызметкерлері күні белгіленді. Осы тақырыпқа сай студия меймандарымен таныс болыңыздар. Салихова Рахила Мырзағалиқызы, Маңғыстау аудандық сотының кеңсе меңгерушісі, және де екінші қонағымыз Делмакова Роза Мұратбайқызы, Жаңаөзен қалалық сотының бас маманы, сот отырысы хатшысы. Қош келдіңіздер. Құрметті көрермен, тақырыбымызға сай сұрақтарыңыз, сауалдарыңыз болса атсалысыңыз. Біздің байланыс бағдарымыз 30-30-08, Ақтау қаласының коды 872-92, және де WhatsApp желісі арқылы мессенджерге хаттарыңызды жолдай аласыз. Ол үшін 877-739-89-18 нөміріне жіберсеңіздер болады. Құрметті студия қонақтар, енді тақырыбымыз белгіленді, айттық. Енді бұл жерде заңды сауал туындайды. Яғни судья және сот қызметкері күні осы күнге дейін болмаған ба? Соны бір анықтап өтейікші, бұл қашан белгіленді? Рахмет, сұрағыңызға. Бұрын судья және сот қызметкерлері күні болған жоқ. Осы биылдан бастап бірінші рет жаңағыда судьялар мен сот қызметкерлерінің күнін атап өтейін деп жатырмыз. 24 маусым күні осы елімізде манағы сот жүйесіндегі судьялар мен сот қызметкерлерінің күні болып белгіленді. Бұл енді 2022-де енгізілген қаулыға байланысты. 2022-де енгізілген үкіметтің қаулысына байланысты. Бұрын тек қана ата заң күнінде. Иә. Түсінікті. Жалғастырайық, енді мына сот жүйесіндегі енді маған қызық болып тұрғаны, кеңсе меңгерушісі мен сот отырысы хатшысы. Енді жалпы сіздің осы сот жүйесіндегі осы жалпы тәжірибеңізге тоқталсақ, еңбек өтіліңіз қашан басталды, еңбек өтіліңіз қанша жыл, жалпы ауданда сот қашан құрылған? Содан бастайық, ауқымды өзек болсын сұхбатымызға. Мен енді осы сот жүйесіне 2002 жылы келдім жұмысқа. Ең алғаш келгенде маман қызметін маман болып кірдім жұмысқа. Ол кезде маман болғанда ең алғаш жұмысын бастаған сот отырысын бұрын бізде жұмыс қағаз жүзінде болатын. Қазір енді бәрі электронды форматқа көшті ғой. Бұрын сотқа шақыру қағаздарын жазып, манағы тараптарға өзіміз үйлеріне барып тарататынбыз. Мен енді ең алғаш жұмысымды сотқа кіргенде сол маман қызметінен бастадым. Одан ары қарата жетекші маман болдым, одан бас маман болдым. Сот отырысы хатшысы болдым, мұрағат жұмысын жасадым. Одан кейін осы 2009-дан бастап кеңсе меңгерушісі болып, осы қызметке тағайындалдым. Яғни еңбек өтіліңіз 20 жыл. Иә, 20 жыл. Ал енді жалпы ауданда сот қашан құрылған? Соттың құрылғанда 80 жыл болды. 80 жылдығын атап өттік. Түсінікті. Рахмет, енді келесі сұрақ Роза Мұратбайқызы өзіңізге. Енді сот судья көмекшілердің бірі, ол әрине сот хатшысы. Жалпы сот хатшысының сот процесіндегі жалпы жұмыс функциясы, рөлі, міндеттері қандай? Сот мәжілісінің хатшысы сот отырысына қатысатын тараптарды шақырады, тікелей кеңсе меңгерушісі мен судьяның тапсырмаларын орындайтын адамдар. Соттың тараптарды іс құжаттарымен тапсырады, өтініштер келіп түскен жағдайда тараптарды шақырады, тараптарға хаттар сот актілері шыққаннан кейін жолдайды, келесі күннен қалдырмай, заңды күшіне енген сот шешімдерін орындауға жолдайды. Сосын істі мұрағатқа тапсыруға дейін жұмыстарды атқарады. Жалпы сіздің еңбек өтіліңіз? Менің еңбек өтілім 25 жыл. Тамаша. Енді кеңсе меңгерушісінің міндеттеріне тоқталса? Кеңсе меңгерушісі жалпы аудандық соттың жұмысын ұйымдастырады. Соттың жұмысын ұйымдастырады. Жоғары соттардан, ол соттардан келген тапсырмаларды жағындай орындайды. Жалпы осы соттың жұмысына жағындай сот хатшыларының жұмыстарына бақылау жасайды, яғни ұйымдастырады солардың жұмысын. Түсінікті. Енді жалпы сот жүйесіндегі жылдан жылға мемлекет басшыларының мысалы реформалары президентіміз Тоқаевтың да өткен жылы кеңесінде де айтты, сот жүйесін жылдан жылға дамытуымыз керек, оның ішінде халықтың сенімін арттыруымыз керек деп. Енді осы орайда бір заңды сұрақ туындайды. Осындай сот жүйесіне қатысты ауданның, Жаңаөзен қаласының ақпараттық әлеуметтік желілері бар. Сіздер енді қоғаммен қаншалықты жиі байланыстасыздар?
келген өтініш сұрақтарға қаншалықты дереу жауап беріледі? Сыни пікірлер жаңағы айтамыз ғой, посттарда, комменттерден өшіріп тастамайсыздар ма? Қаншалықты ақпараттарыңызды өздеріңіз бөлісесіздер? Жауап берсеңіз. Ол жөнінде жалпы біздер деген қазір бәрі автоматтандырылған ғой. Бәрі ашық, жария түрде өтеді. Біздерде қазір деген енді әлеуметтік желілерге осы сотта болып жатқан жаңалықтарды, қаралып жатқан істерді жариялап отырамыз. Жалпы енді жұмыс болғасын, енді сыни пікірлер деген болады ғой. Және де соның ішінде сот саласы болғасын, біздерге енді адамдар көбіне даумен келеді. Даумен келгесін екі тарап болады. Екі тарап болғасын, оның қалай болмасын шешім шыққанда біреуіне қанағаттандырылады да, екіншісі манағы не істеп жаңағындай жеңіліп қалған кезде, сондай кезде сыни пікірлер туындайды. Көбіне сондай жағдайларда. Енді ондай сыни пікірлер туындаған кездерде біздерде өзімізде аудандық сотта судья координатор бар. Осы бұқаралық ақпарат құралдарымен айналысатын, манағы әлеуметтік желілерге жазылған сыни пікірлерге уақытында жауап беріп отыратын. Уақытында жедел түрде жауап беріліп отырады. Яғни ақпараттарыңызды бөлісесіз, аудан тұрғындардың, азаматтардың пікірлері, сыни пікірлері, яғни барлығына жауап беріледі. Ескерусіз қалмайды. Ескерусіз қалмайды. Барлығына жауап беріледі. Түсінікті, рахмет. Келесі сұрақ Роза Мұратбайқызы, өзіңізге енді сот отырысы хатшысының ол іріктелуі қалай? Оған қандай талаптар қойылады? Оны кім тағайындайды? Сот отырысының хатшысы іріктелу арнайы бір жаңағындай конкурстық жүйеде өткізіледі ме? Конкурстық жүйе болғанда мемлекеттік госслужбадан специально тест тапсырып өтіп келеді. Содан кейін облыстық соттың бұйрығымен келіп тағайындалады. Бос орындарға жарияланып, со конкурстарға қатысып тағайындалады. Жалпы қандай талаптар бар? Кез келген жоғары білімді маман сот отырысының хатшысы бола алады. Оған енді арнайы осындай талап дейтін ондай жоқ. Құқықтану несі болу керек, жоғары білімі болу керек. Диплом. Енді бұл жерде сұрап отырғаным, себебі бұған енді сот хатшысына арнайы бір талаптар болады ма? Оны 25 жыл бойы еңбек етуде, ол әрине бір қажырлы еңбегіңіз ғой сіздің енді. Бұның таңдауыңыздың себебі неде осы саласы, осы қызметті? Мен мысалы 97 жылы Жаңаөзен қалалық мұнай және газ колледжінің бухгалтерлік есеп факультетін бітіріп, жұмыспен қамту орталығы арқылы сотқа жұмысқа келдім. 2 аптадан кейін өзімнің алғырлығыма байланысты деп ойлаймын. Енді 2 аптаның ішінде мені сынақтан өткізді. Ол кезде қазір бақилық болып кеткен Тұнықбаева Танибеке Ажмағиқызы кеңсе меңгерушісі болатын. Сол кісі менің өзім қарап, сынақтан өткізіп жұмысқа қабылдады. Бірінші іс жүргізуші болып қабылдандым. Содан кейін жетекші маман, бас маман, сот мәжілісінің хатшысы жұмыстарын атқардым. Қазір сол бас маман сот мәжілісінің хатшысымын. Түсінікті. Жалпы Жаңаөзен қаласында күніне, мысалы, сотында ең жиі істер, қандай істер қаралады, қанша өтініш келіп түседі, оларға қандай құжаттар дайындайсыздар ары қарай? Енді кеміне 1-2 қылмыстық іс, 10-15 азаматтық талаптар түсіп отырады. Қазір осы жақыннан бері президенттің указымен әкімшілік сот бөлек еді бұрын, қазір біздің сотқа қосты. Әкімшілік істер түсіп тұрады. Енді 20-дан кем емес түсетін. Күнделікті сондай түсіп отырады. Менің судьям азаматтық істерге мамандандырылған. Азаматтық істер 10-15 анық түседі. Жалпы ең, мысалға айтамыз ғой, өткен жылмен кезеңдер, мысалы, бұрынғы жылдарға қарағанда өтініш жаңды істері аз беді, биыл керісінше көп беді. Бұл есебіңіз қалай енді? Соған тоқталсам. Енді қазір көбіне аздау, былтырғыға қарағанда аздау деп ойлаймын. Себебі қазір татуластырушы судьялар бар. Яғни медиация. Медиация, татуластырушы судьялардан өтеді. Талаптар бірінші.
нағыз татуласпаған жағдайда ғана соттарға өндіріске өтіп тұр ғой қазір істер, арыздар. Рахмет. Келесі сұрақ енді Рахила Мырзағалиқызы өзіңізге. Енді тағы да осы ауданның сотымен тыныс тіршілігіне тоқталсақ, ауданда енді аудан қалаға қарағанда сәл енді мамандар тапшы болуы мүмкін ғой. Қанша қызметкер бар, қанша судья бар? Әлде жеткілікті ме бәрі? Бізде Маңғыстау аудандық соты жалпы 2 құрамды сот. Бізде 2 судья бар, 1 хатшымыз бар, 1 бас маманымыз бар, сосын мен кеңсе меңгерушісі. Жалпы бізде кадр тапшылығы бар. 3 адам бала күтімі демалысында. Қандай лауазымдар? Яғни судьялар керек пе, әлде тағы да хатшылар керек пе? Мамандар жетіспейді бізде. Мамандар жетіспейді, сондықтан да барлық осы кеңсенің жұмыстарын бәрін өзім атқарам түгіл. Түсінікті. Ал енді сот отырыс хатшысы мен кеңсе меңгерушісі бола жүріп, кейін алдағы уақытта судья болуға, мінберден көрінуге, судья болу үшін мүмкіндік болады ма, әлде оған да бір дайындыққа жетпей? Алдағы уақытта сот отырыс хатшыларын судья болудан көре аламыз ба деген, әлде бірден судья бола ма адамдар? Жоқ, әрине оған стаж керек. Сот мәжілісінің хатшысы болу керек. Осы жалпы менің өзімнің ойым, судья болу үшін бірінші сот мәжілісі хатшысы болып жасаған дұрыс. Себебі сот мәжілісі хатшысы ол деген жаңағы барлық сотқа келген істердің бірінші манағы барлығын ұйымдастырып, манағы істің уақытылы мерзімінде бітуіне осы сот мәжілісі хатшылардың рөлі өте зор. Олардың еңбегі. Егер де сот мәжілісі хатшысы жақсы болса, жұмысты дұрыс ұйымдастыра білсе, онда манағы істің де уақытында дер кезінде аяқталуына өте септігін тиеді. Жалпы сот отырыс хатшысы дайын судья деп есептеймін. Түсінікті. Рахмет. Енді ауданның да есебіне тоқталсақ, қандай істер жиі қаралады, қандай айына, жылына есептеріңізді тоқталсақ? Жалпы бізде осы 6 айдың ішінде 88 азаматтық іс, 33 қылмыстық іс, 275 әкімшілік іс қарадық. Мына 88 азаматтық істің ішінде көбіне бізге түсетіні қазір алимент өндірумен неке бұзу істері көп қазіргі таңда бізде. Осы жаңағы қараған істің бізде деген 30% алимент өндіру, 20% неке бұзу болып келеді. Ал қылмыстық істер бойынша қазір ұрлық санатында істер көп қаралған. Жалпы басқаларына қарағанда пайызы жоғары. Түсінікті. Ал енді осы азаматтардан арыз шағымдар келгеннен кейін, яғни кім тіркейді оны? Енді азаматтар жалпы сот ғимаратына азаматтар келгенде ең бірінші болып, алдынан сот кеңсесінің мамандары қабылдап, олардың жаңа сұрақтарына манағындай дұрыс жол көрсететін оларға. Яғни бұл жерде сұрағым төркіні, бұл тіркелген арыз шағымды ол судьяға қанша күнде жолдану керек? Осы арыз шағым қанша күнде зерттеледі? Тіркелгенде, мысалы сот кеңсесіне түскен арыз шағым тіркелді ме, сол күні жолданады, сол күні беріледі. Яғни белгілі бір күн аралығында ондай 10 күннің ішінде жауап береміз. 10 күннің ішінде жауап береміз. Ал енді жаңа сұхбат барысында айтып қалдыңыз ғой, енді екі тарап болғаннан кейін бір жағы енді жеңіске жеткеннен кейін бір жағы көңіл толмауы мүмкін. Осындай жағдай кезінде арыз шағымдар жиі түсетін шығар. Мүмкін көңіл толмаушылық жағынан көбіне ол қалай шешіледі? Арыздардың дені қандай еді? Жалпы, дұрыс айтасыз, жаңағындай екі тарап болған жерде, ол жерде енді арыз шағым түседі екінші тараптан. Ол кезде арыз шағым түскен кезде, енді ол шешімге келіспей атады, соттың шығарған сот актілерінде келіспеген жағдайда, олар енді жоғары тұрған сотқа, облыстық сотқа шағым жазады. Ары қарата облыстық сотқа жолданып, сол облыстық соттан қаралады шағымдары. Түсінікті, рахмет. Бізде көрерменнен бір сұрақ бар. Қайырлы кеш. Сұрағым сот қызметкерлеріне қатысты
іс қозғалған жағдайда оның құқығы қалай қорғалады? Жалпы құқықтарыңыз қалай қорғалып жүр дейді бір көрермен осындай сауал жолдап. Оны сот қызметкерлеріне қатысты іс қозғалған кезде құқықтар оны арнайы қорғаушы жалдап істемес, ол арнайы ондай сот қызметкерлерінің арнайы құқықтары. Яғни Конституцияның алдында барлығы тең. Иә. Түсінікті. Рахмет, енді мысалға айтайық, белгілі бір жаңа айтып қалдыңыз, осы кеңсеге, яғни мұрағат қызметте байланысты. Иә. Ал бір азаматтар өзінің қаулысын жоғалтып алған болуы мүмкін. Арада бірнеше уақыт өтіп кеткеннен кейін сол мұрағаттан алуына, қарауына мүмкіндік болады ма? Және оған қалай беріледі? Қайтып жалпы мүмкін бе қаулысын алуға, қарауға? Иә, мүмкін. Ол бойынша жаңағындай келген, алуға келген азамат, жаңа қаулы болсын, шешім болсын, үкім болсын, жоғалтып алған жағдайда сот кеңсесіне келіп, арызын жазып, тапсырады. Сосын арғарата сот кеңсесіне тіркелгеннен кейін, ол енді мұрағаттан, мұрағатшы шығарғаннан кейін оның жалпы баж салығы бар төленетін. Арнайы ол мұнағы парақтар санына байланысты есептеліп, сол баж салығы төленіп, содан кейін барып беріледі. Жалпы, яғни кері қайтарылмайды, мұрағаттан алуына болады. Болады, иә. Мұрағатта қанша уақыт сақталады? Мұрағатта ол әр істің өзінің мерзімі бар, сақталу мерзімдері бар. Әр түрлі. Мысалы, ең ұзақ дегенде ең қысқа уақыт мерзімі қандай? Енді тұрақты сақталатын істер бар, 25 жыл сақталатын істер бар. Мысалы, үйге қатысты даулар 25 жыл сақталады ма? Жерге қатысты даулар тұрақты сақталады, сондай сақталатын уақыттары бар. Алимент істері бала 18-ге толғанша дейін сақталады соттың кеңсесінде. Содан кейін мемлекеттік мұрағатқа мұрағатшы жағы акт жасақтап мемлекеттік мұрағатқа өткізеді. Түсінікті. Енді Роза Мұратбайқызы, мысалы қоғамда келеңсіздіктер, әрине әкімшілік құқық бұзушылықтар, қылмыстар орын алмау үшін олардың алдын алу қажет. Яғни осы орайда азаматтармен қаншалықты жиі байланысты, қаншалықты осы брифингтер, дөңгелек үстел, қоғаммен байланыстарыңыз қалай осы Жаңаөзенде? Жаңаөзен қалалық сотында, Маңғыстау аудандық сотындағы сияқты СМИ-мен, бұқаралық ақпарат құралдарымен айналысатын тікелей байланысты судья бар, Махамбетова Сұлушаш Сәбитбекқызы, сосын бір маман бар. Солар ұйымдастырып тұрады. Дөңгелек үстел, ашық есік па, алқабилермен кездесу, әртүрлі гендерлік саясатқа байланысты семинарлар бәрі өтіп тұрады. Апта сайын. Осы құқықтық сауаттылықты арттыру бойынша қандай бір жұмыстарыңыз бар? Жобаларыңыз бәлкім? Құқықтық, енді күнделікті өзгерістерді шама келгенше қарап отырамыз. Енді істе қалай болмасын жұмыста пайдалануға тырысамыз өзгерістерді. Түсінікті. Енді айтамыз, мысалға сот болғаннан кейін, ол әрине медиация дейміз, татуласу дейміз, қос тараптың ымыраға келуі енді маңызды. Осы орайда ортақ сұрақ, ауданда, жалпы Жаңаөзен қаласында азаматтардың қаншалықты осы татуласуға ниетті, әлде керісінше ме? Енді сотқа арыз берген уақытта адамдар ашу үстінде болады ғой. Агрессия болады. Татуластыру үшін бір 10 күн берілген, 10 жұмыс күні ғой, 10 жұмыс күні берілген. 10 жұмыс күнінде судьялар, татуластырушы судья, бізде Жаңаөзен қалалық сотында Толтанов Махамбет Өтеулиевич деген судья, бір рет, 2 рет шақырып, тырысады соны әбден татуластырғанға дейін. Нағыз татуласуға келмеген жағдайда соттың өндірісіне қабылданып, іс болады. Кейбір кездерде татуластыру сот процесі басталғаннан кейін де татуласып кетіп жатырған адамдар болады. Уже ашулар басылғаннан кейін де сотқа келіп уже өндірісінде қаралып жатырғанда да қарап жатқан судьялар татуластыруға тырысады тараптарды, себебі ымыраға келің деп та. Көбіне жағы неке бұзу, алимент өндіру, сондай істер ғой, көбіне қаралады. Ал ауданда қалай?
Әлде керісінше қалайда бізге сол шешім шығарып беріңіздер, біз татуласпаймыз деп? Жоқ, енді бәрі бірдей ғой, барлық жерде де сол бірдей санаттағы істер ғой түсетін. Бізде енді көбіне неке бұзу істер ғой түсетін, татуластыру бойынша. Әр кезде әртүрлі, кейде татуласып кетіп жатады, кейде енді... Татуластыру қаншалықты қиын адамдарды? Қиындау ғой енді. Қазір енді мысалы екі жақтың туыстары еріп келіп тұрады қастарына. Ашу үстінде болғасын неше түрлі болады ғой, судьяларға қиын болады негізі. Түсінікті. Енді жалғастырайық, жалпы мысалы сот жүйесіндегі тағы бір жаңашылықтар, электронды, яғни біз айтамыз, арыз беретін сүретін кезде жалпы ЭЦП кілт сұралады екен. Ол қаншалықты ол дұрыс? Ол мүмкін үлкен егде жастағы азаматтарға, үлкен кісілерге ол қиын болмайды ма? Әуелі сарсаңға түспейді ма деген сұрақ туындайды ғой. Осы жағы қалай шешілген? Мүмкін үлкен кісілерде болмауы мүмкін жаңа? Жоқ, арыздың бәрін сот кабинеті арқылы жіберіліп атқан жоқ. Тікелей арызды кеңсеге алып келсе, қабылдап алып қалады кеңсеміз біздің. Сосын тіркейді сол күйінде. Ол кәрі жасқа қарап атырған жоқ. Егерде мүмкіншілігі жоқ болса, кеңсе қабылдап алады, оған қайтармайды оны. Бір кездері болды, осы карантиннің кезінде обязательно судебный кабинет арқылы деп қабылдады. Себебі адамдармен тікелей байланыста болған жоқ болса сол үшін. Түсінікті. Енді карантин деп айтып қалдыңыз ғой, енді карантин уақыты, яғни онлайн түрде өтті де соттың. Ол кезде сот отырысы хатшысының жұмысы қалай болды? Енді дәл сол күйінде адамдар... Айырмашылық қандай енді? Айырмашылық онлайн болғанда біз бәр кезде жұмыста болдық. Адамдарды кейбір WhatsApp желісі жоқ адамдар болды. Әйтеуір аудиозаписпен телефон арқылы қостық, қарадық әйтеуір сол кезде де істерді. Бірақ енді көбіне сол онлайн, негізі онлайн болған жеңілдігі жақсы, адамдарды уақытымен келмедің деп іздеп атырмаймыз да, любой жерде отырып қосыла алады бізге. Ол жақсы процестің уақытылы басталуына бәріне жақсы. Тек кейде связь шамалы болады сол кезде. Ауданда сот ұйымдастыру дедіңіз, онлайн кезінде қалай ұйымдастырылды екен деген? Енді аудан болсын, қала болсын, бәрі енді бірдей ғой, енді бізде байланысқа, ол кезде енді байланысқа қарап тұрады. Байланыс болмай қалған кездерде енді қиын болады. Ол кезде кейінге қалдырылып жатады істері. Бірақ енді көбіне жалпы онлайн процестер онлайн ұйымдастырған жалпы жақсы да сот отырыстарын. Себебі деген алыс шалғай жерлерде тұратын адамдар мысалы бізге келмей-ақ сол үйінен отырып қатыса алады. Оның енді тиімділігі, бір тиімділігі. Жақсы, иә. Жалпы осы байланыстың тұрақтамағанына кейінге қалдырылады дедіңіз ғой, енді ол қанша уақыттан кейін мысалға қайта өтеді ме сол сот, әлде мүлде шегеріліп? Жоқ, мүлде шегеріліп қалмайды, қайтадан өтіп атады, бірақ жалпы онлайн кезінде сот процестерді үйтіп көп кеш қалып, ондай кездер болған жоқ. Жалпы уақытылы мерзімді аяқталып отыр істің бәрі. Түсінікті. Бізде көрерменіне бір сұрақ бар. Қандай істер аудан көлемінде қарастыруға жатпайды дейді? Яғни қандай істер қаралмайды дейді? Әлде барлығы бірдей ма ауданда? Себебі кейбір істер мүмкін кейбір істердің жоқ, қалаға аудандық дегенге қарамайды ғой, бірақ кейбір істердің соттылығы бар. Мысалы, екі мекеменің арасында қаралатын екі даулар, экономикалық сотқа. Юрлицолардың арасында қаралатын істер экономикалық сотқа барады. Жасөспірімдерге қатысты соттар, специально өзінің соты бар жасөспірімдерге. Сондай әкімшілік істер әкімшілік сотта қаралады. Қазір АППК бар, әкімшілік сот. Түсінікті. Енді тағы да бір тоқталайық. Мысалға, сот отырысы хатшысының, сот кеңсе меңгерушісінің жалпы білімді жағы, дағдысына, бір жеке қасиеттеріне тоқталсақ.
қандай қасиеттерге ие болу керек? Енді кеңсе меңгерушісі ол аудандық соттың жұмысын ұйымдастыра білу керек. Ұйымдастыра білу керек жұмысты. Енді манағы ұжыммен, ұжымдағы коллективтің манағы ауызбіршілігі бәрінің жұмысты бір ұйымдастырып жасай білу керек. Яғни ұйымдастыруға қабілеті жоғары болу. Жоғары болу керек, иә. Ал сот отырысы хатшысына қандай қасиеттер болды? Сот отырысы хатшысы енді сотқа келген адаммен, енді процесске, сот отырысына келген адаммен бірінші кездесетін адамдардың бірі сот приставынан кейін. Сабырлы болу керек пе? Сабырлы сірә боласың ғой, болу керек. Енді адамдар ашуланып келгенде өшін бізден алып алады негізі. Көп жағдайда да сондай болады енді. Сөз естіп қаламыз кейде. Сабырлы болу керек, жаңағыдай мәдениетті сөйлеу керек, манағы әдеп нормаларын сақтау керек. Манағы азаматтармен келген бірінші алғаш сөйлескен кезде. Енді осы сот мамандарының жағындай сот жүйесінің жалпы сот мамандарының осындай әдептілігіне, киім үлгілеріне, манағы сөйлеу мәнеріне қарата сот жүйесіндегі манағы қоғамдық пікір қалыптасады ғой. Жалпы сөз естіп қаламыз деп айтып қалдыңыз ғой, енді бейәдеп сөздер айтып жүріп, керісінше ол кісіге не болған кездер болған жоқ па? Жоқ, енді айтамыз, үйтіп сөйлемеңіз, үйтіп сөйлеуге болмайды, кейде бір шеттен шығып кетеді. Шеттен шыққанда кәдімгі сотовый өзіміздің жеке нөмірімізге неше түрлі сөздер келіп отырады кейде. Сосын артынан келіп кешірім сұрап кетіп отырады. Жалпы осы орайда сот отырысы хатшысы мысалға құқықтар қаншалықты қорғалады деген енді оны сұрағы дәл келген сияқты өші. Тағы да сол ғой, оған хаттама толтырып, сот приставы сотқа арыз беріп жүру керек, бірақ біз ондайға бармаймыз, сөздің шыны керек. Түсінікті. Рахмет, студия қонақтары, енді сұхбатымызды қорытындылайық. Бағдарламамызды өз мәресіне таяу. Енді 24 маусым студия және сот қызметкерлер күні болып бекітілді дедік. Енді әріптестеріңізді мерекелеріңізбен, алғаш кәсіби мерекелеріңізбен енді құттықтауға тілектіңіз болса, мархабат. Рахмет. Мынау енді еліміздің сот жүйесіндегі судьялар мен сот қызметкерлерін биыл алғаш рет аталып өткелі жатқан судьялар мен сот қызметкерлері күнімен шын жүректен құттықтаймын. Сот төрелігін жүргізудегі жаңағыдай азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғаудағы жасап жатқан қызметтеріне абырой тілеймін. Отбасыларына амандық тілеймін. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын, мерекелері құтты болсын деймін. Мен де қосылам. Құтты болсын мерекеміз бәрімізге. Деніміз сау болсын, биіктерден көріне берсін, сот қызметкерлері, судьялар. Түсінікті. Рахмет, құрметті студия қонақтары. Менің де сіздерді жалпы сот саласының қызметкерлерін барша осы әділдікті қоғамға халықтың сауаттылығын, құқықтық сауаттылығын ашу барысында судьяларды, жалпы сот қызметкерлерін осы 24 маусым мерекелермен құттықтаймын. Істеріңізге тек сәттілік, қоғамда ешқандай құқық бұзушылық болмас екен деген азан тілегіміз бар. Құрметті көрермен, хабарымыз өз мәресіне келіп жетті. Келесі жолыққанша аман сау болыңыздар.